айтқандай, мен де қыстың тура бір қатты кезінде, қатаң кезінде туыппын. Мінезімде сондай болды ма, жастау кезімде, қазір кішкене жұмсардым. Нәсібе шығар, бірақ ауа таза болады, күн шайдай ашық болды. Сондықтан мынандай уақытта бәріңіздің осы тойға келгендеріңіз, той дегеннің сәні келген адамдармен жарасады. Сіздер көтеріп отырсыздар. Бағана конференцияда қандай әңгіме, сұмдық әңгімелер айтылды. Мына Мұсекең бастаған кісілер бәрін көрді, естіді. Сонда айттым мен, осы сөзді көтеріп жүруді өзіне де үлкен күш керек деп. Ал енді сол сөзді азайтыңқырап, сіздер демалу үшін ән күйді көбейтіп, көңілді солай отырыңыздар. Алдын ала бәріңізге осы тойға келген үлкеніңіз бар, кішіңіз бар. Көп рахмет айтам. Аққар көкбізде келген, тойымыздың сәнін кіргізіп отырған. Сондықтан бәріңізде мыңда бір рахмет. Енді асып тасып бара жатқаннан емес, 75 жас деген оңай емес екен. Оның үстіне өзім сырқаттанып жүргеннен кейін 60-70-тер Астанада өтті. Ал енді өзім оқып, негізгі жұмыс орнында осы Казгуге келгеннен кейін де 75-ке жеттік қой енді. Ел алдында бірдеңе өткізіп, кішкене есеп берейін деген ой болып еді. Соның енді дұрыс жағын дұрыс қолдап, жетпейтін жағы болса аздаған кешірім сұраймын сіздерден алдын-ала. Тек сұранатыным көңілді отырып шаршамай, кәдімгі дәм татып, әлгі өнерді көріп, сөйтіп демалып қайтыңыздар. Сіздерге мыңда бір рахмет. Бәрекелді.